Мы сотрудники Департамента полиции Мангыстауской области. В курсе событий, которые произошли 25 мая текущего года на блокпосту в городе Алматы. Выражаем соболезнования родным и близким, а также не желаем остаться в стороне и быть равнодушными. Эта беда может коснуться каждого. И мы будем вместе, мы будем помогать другим. Алматы қаласында болған полиция қызметкерлеріне мақтанышы ұрандарды сендерсіңдер полиция департаментінің қызметкерлері Алматы облысында қаза тапқан қызметкерлердің отбасыларына, тума туысқандарына шын ниеттен көңіл білдіреміз. Қазақта тас түскен жеріне ауыр дейді. Біз әрқашанда сіздермен біргеміз. Біз сіздерді қолдаймыз. Сем азаяды, сем көбейеді дейді. Алматы қаласында қызмет барысында қаза тапқан әріптестеріміздің жанұяларының басына сізге де ауыр тиіп отыр. Атынан өсіп жатқан ұрпақтарына, ата-аналарына өздеріміздің көңілімізді білдіргіміз келеді. Сіздердің қарауларыңызға әрдайым сіздермен біргеміз. Біз Маңғыстау облыстық полиция департаментінің қызметкерлері 25 мамыр күні орын алған қайғылы оқиға барысында қызмет бабында қаза болған полиция қызметкерлерінің отбасы мүшелеріне, ұжымдастарына шын көңілден қайғырып, қайғыларына ортақ екенімізді білдіреміз. Осынау қайғылы оқиға барысында сабырлылық танытуларыңызды сұраймыз. Біз сіздермен біргеміз. Әрқашанда сіздерге қолдау танытуға дайынбыз. Қызмет бабында қаза болған қызметкерлерге тағзым. әрқашанда есте сақта.